Сәлем достар, қалдарың қалай? Мен бүгін Казгуге бара жатырмын жұмысыма. Мынау Казгудың төте жолы Әл-Фарабиден түскенде. Бүгін жаңбыр жауып тұр. Мына жерде бізде теннисный орталық бар. Теннис ойнауға болады, үлкен теннис бар. Жалпы орналасқан жері күшті. Казгудың тек қана крутой машиналар тұрады жан жақта. Мынау біздің стадион. Мына жақта күшті, бірақ бұны жауып қояды, қазір студенттер жоқ болғаннан кейін. Мына жақ спорт сарайының мына жағы. Енді жаяу барамыз, күшті. Негізі табиғаты жалпы орналасқан жері өте әдемі. Жерінде жылдамдатып қойдым видеоны. Жалпы біздің Казгу ұнап жатыр ма сіздерге? Комментарийға жаза отырыңыздар. Ұнаса әдемі жерлерді түсіруге тырысамын. Арнайы маған менің көзіммен әлемді көресіздер. Өте әдемі, біздің Казгу, қараңдаршы. Не деген жасыл желек. Мынау біздің магистранттар үйі. Магистратураға оқитын болсаңыз, осы жерден сізге жатақхана берілетін болады. Өте керемет ауа райы болып тұр бүгін, жаңбыр. Мынау біздің анау тұрғандар 9 этажды общагалар. Мынау алдымызда тұрған кітапхана, библиотекамыз. Мынау алдымыздағы химия факультеті. Химия факультетінде қазір жұмыс істеп жүрмін мен. Болашақты білмеймін, бірақ қазір істеп жүрмін. Жалпы Казгу май айында өте әдемі болып тұрады. Қараңдаршы, не деген жасыл желек, өте керемет. Жалпы мынау біздің кітапханамыз. Ұнайды маған негізі. Мынау біздің кітапхана. Артында астында архив, ана жақта тұрғандардың бәрі общага. Мына жерде бірінші тұрған химия факультеті, екінші физика факультеті. Жалпы біздің Казгу өте әдемі. Мына жер ұнайды. 5 этажды химия факультетіне түсіңіздер, өте керемет. Барлық жағдай жасалған, іші жап жаңа. Негізі армандап түсу керек осы Казгуге. Жаңбырлы ауа райы маған ұнайды, өте әдемі. Жақ-жағынан. Мынау біздің факультеттің алды. Кіріп көреміз қазір.
Bir штук роза гүлдепті. Жұмыстан қайтып бара жатырмын. Тала күшті тұр. Күшті негіз. Қазір бүгін ауа райы басқа жақтан басқаша ғой. Қаланың ішінен ше. Былайынан бір түсірейін. Кейіннен тағы түсіремін. Бұлттарын әдемі тұрған қараңдар. Лена, Казгу. Это моя работа.